1992 жылы 7 мамырда еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құру туралы жарлыққа қол қойды. Бұл күн Қазақстанның дербес қарулы күштерінің құрылған күні болып, бүгінгі күнге дейін аталып өтілуде. Отан қорғаушылар күніне орай Махамбет университетінде "Мен отан қорғаушысымын" атты әскери патриоттық шара өтті. Оған университет басшылығы, профессор-оқытушылар құрамы, жалынды жастар, білім ордасының өркендеуіне ұшан теңіз үлес қосқан жастарға патриоттық тәрбие беруде аянбай қызмет атқарған ардагер ұстаздар қатысты. Тәртіпті болыңдар ей, мықты болыңдар ей. Сонда ғана тек жетістіктерге жетесіңдер. Енді бұл үлкен мейрам. Менің өзімнің әкем және атам сол сұрапыл соғысқа қатысқан адамдар. Сол айтып отырады, сонда соғыстан қандай қиын екенін білгем. Мықты болыңдар ей, мықты болыңдар ей. Құттықтаймын мейраммен. Патриот отанға қызмет етуші адам, ал патриоттық дегеніміз ғасырлар бойы және мыңдаған жылдар бойы оқшауланған отанда қалыптасқан ең терең сезімдердің бірі. Ал Махамбет жастары елінің сөзсіз патриоттары. Оған дәлел мерекелік шарада өнер көрсеткен жас ұландар. Бастапқы әскери және дене шынықтыру дайындық білім беру бағдарламасы студенттері жиналғандардың алдында бар өнерлерін салды. Атап айтқанда, Калашников автоматын шашу, жинау әдістерін көрсетті. Оған қоса ұрыс әдістерін бетпе-бет келген қарсыласпен қалайша айқасқа түсу керектігін паш етті. Ең бастысы, қонақтар алдында саптық шерумен жүріп өтті. Алғашқы әскери дайындық сабақтары өте маңызды. Өйткені сарбаз білім алу барысында шыңдалады. Ұстаздар әскери тәртіп әр ұланның өзін-өзі ұстауы, шыдамдылыққа үйретеді. Қиын сәтте жалтармау, сабақта өткен тақырыппен шектеліп қалмай, еліміздің қарулы күштері туралы көп оқып, білуіне байланысты әңгімелер өткізеді. Біздің мемлекетіміздің әр азаматы өзінің отан алда борышын өтеуі міндетті деп есептеймін. Қазіргі мен оқытқан осы факультет оқытқан себебім алда уақытта осы болашақ ұрпақтарымызды патриоттық сезім ояту, оларды тәрбиелеу, оларға деген осы патриоттық сезімді жүректен оята білу. Сол жерде қазір мен еңбектеніп жатырмын. Сабақтардың бәрі жақсы оқуға тырысып жүрмін. Барынша алдық сапта жүруге тырысамын. Әскери патриоттық шара мерекелік бағдарламамен жалғасты. Өнерлі жастар ән айтып, жиналғандарды бір сергітіп алды.